Барлықтарыңа сәлем, қалайсыңдар? Бүгін бізде жаңа клип, вообще шетелден осы шыққаны бір 10-12 сағат болып қалды. Lil Skies feat. London Cube дейді. Соны бірге көретін боламыз. Шетелше клиптер көретін боламыз. Давайте, мен қасымда таныстырып кетейін. Кана, кеттік, давайте бәріміз бірге көрейік. Сіздер осы уақытқа шейін осы қазақша немен көріп жүрдіңіздер, өлеңге реакция. Енді мен более западный музыканы тыңдаймын, более ағылшындарды тыңдаймын, более ағылшынша рэптер тыңдаймын. И жаңадан клип шықты, более осы кісінің стиліне сәйкес келеді. И мен более западпен таныстырғым келіп тұр осы кісіні. Олар қандай, кім, қалай түсіреді, қандай техникалар қолданады деген сияқты. Так что бірден секіріп кеткенімізге қатты не істемеңіздер, и сіздер де көріп, сіздер де новый культураны освоить етсеңіздер болады. Так что кеттік. Lil Skies, London Cube, Places at My Funeral. И всегда жаңағы Николас Яндора деген бар, тоже күшті не продюсер или режиссер деп айтамы? Режиссер Николас Яндора деген көбінесе осы Lil Skies-тарға түсіреді. Всегда уже кореш болып кеткен бір-бірлермен. Осының Николас Яндораның жұмыстарын қарап өздеріңіз көрсеңіздер болады потом. No, you wouldn't show up to my funeral. You don't wanna realize that it's your fault. You leave me to die, but that's the usual. Knew you wouldn't stay there with me through it all. And I'm still speaking to you through this microphone. Give you love, give you pain, what kind of vibe you on? Yeah, now I got your attention. Would you sit back and listen? Never speak on our business. Беттегі татулар, олар үшін нормальный нәрсе. Біз үшін дұрыс емес нәрсе болса, олар үшін культурада өте кайфовый нәрсе. Башағанда гитарамен әдемі басқан кезде лирический жақтар ше. Более мелодичный, резко битпен мында биттермен кетпейді екен да. И более мелодичный, әдемі алып келген. Давай жалғастырайық. Sick of these damn meds, I'm sick of my damn bed. And I don't wanna go to sleep, he's stuck in my damn head. I poured 2 in my cup, 1.5 in my blunt. I fell in love with the drugs, I think I can't get enough. Baby, have you ever paid like 6 figures in taxes? Have you ever kept them pills right by your mattress? Have you ever made mistakes? I know that I did. Have you ever felt the same? I know that I did. See my blood in the snow. I done got too high and almost drove right off the road. I was in the zone, I didn't have nowhere to go. Steady picking flowers off the rose. No, you wouldn't show up to my funeral. You don't wanna realize that it's your fault. You leave me to die, but that's the usual. Knew you wouldn't stay there with me through it all. And I'm still speaking to you through this microphone. Give you love, give you pain, what kind of vibe you on? Yeah, now I got your attention. Would you sit back and listen? Never speak on our business. I'ma blast off, take off like a spaceship. More money, more problems, it's the same shit. She told me she loyal, think she want me cause I'm famous. I don't judge her cause I don't know what her name is. I always keep it on repeat, all of the things that you said. I keep on having vivid dreams about me crashing the vet. I ain't waking up, I never wanna get out of bed. But I guess that waking up is better than being dead. Hey, felt like I got... Еще бұл клипта Lil Skies деген более рэпке жақын, более андай быстро читать етеді, там прям жесткий биттармен, жесткий немен. Ал London Cube деген ол более андай осындай мелодичный өлеңдер шығарады да. Екеуін бір-бірімен қосқан. Короче, прям идеально не болған да, типа совместка болған. Сол үшін гитара да бар, мелодия да бар, и бит та бар. Короче, прям артық емес, не кем емес, прям идеально қолданған. И еще жаңа розаларды көп көрсетті бұл кадрларда. Неге? Өйткені осы екеуінің несі бар, музыкасы бар, который сол музыкамен атып кетті, Red Roses деген. Именно Красная роза деген. Сол музыкасымен атып кетті, и соған отсылка ретінде салады. Бұлар еще шетелдік клиптар көбінесе отсылканы қатты салады. Мысалы, өздерінің атып кеткен музыкасы тұрады да келесі неге отсылка ретінде салады. Типа, посмотрите на это видео. Одан алдыңғы музыкаға қарап көріңдер, Red Roses деген сияқты. Отсылкалар көп салады. И көбінесе там
клиптары просто так емес, определенный бір смыслмен, не просто так, именно, кәдімгідей мықты береді. Еще сіздер өздеріңіз потом переводпен қарап көрсеңіздер, вообще тема болады. Ну, бірақ енді наркотики, там, сигареты туралы көп айтады негізі. Ол жағынан кішкене минус, ол культураны қабылдамаңыздар. Наркотики плохо. Иә, ол культураны қабылдамаңыздар енді. Олардың культурасы сондай. Got kicked in the head, all the shit that I done went through, pray I don't see the feds. I got shit up in my mental and I'm still seeing red. It's like paper and a pencil, we gon' mark you with lead. Hey. No, you wouldn't show up to my funeral. You don't wanna realize that it's your fault. You leave me to die, but that's the usual. No, you wouldn't stay there with me through it all. And I'm still speaking to you through this microphone. Give you love, give you pain, what kind of vibe you on? Yeah, now I got your attention. Would you sit back and listen? Never speak on our business, whoa. Максимально вайбово. Прикольно екен, иә? Съемкасы ұнады маған. Әдемі бояған, жаңа теплый мен холодный екеуін араластырып ше, каждый текст там строчка ауысқан сайын. Сосын FPV кадрлар бар екен. Сосын кәдімгі обычный. Былай такой простенький, қатты көп нәрсе не маған. Артық ештеңе жоқ. Ну, былай вайппен тыңдағанға болатын жақсы музыка екен. Маған ұнады. Прикольно екен. Сіздерге ше? Иә, өздеріңіздің нелеріңіз айтып кеттіңіздер, видео қалай именно музыка жағынан бұл западный культураға прям келеді. Беттер неге тату қойып тастаған, потому что олар өздері айтады. Тату на моем лице это мотивация для меня дейді да. Типа татумен, бетіндегі татумен ешқандай жұмысқа алмайды. Типа обычный жұмысқа татумен алмайды жұмысқа көбінесе. Беті тату болса көбісі алмайды жұмысқа, там врач бола алмайды, там сотрудник бола алмайды, потому что қорқынышты да реально обычный адамдар үшін. И олар өздеріне тату беттерінен жасайды и өздеріне айтады, типа тату на моем лице это мотивация для меня, чтобы делать музыку. Потому что басқа ешқандай салаға кіре алмайды олар. И сол үшін тату это олар үшін нормально. Уже бүкіл жерде нормально болып кетті ғой негізі. Нормально болып кетті. Басқа елікпей отыр. Для кого-то нормально, для кого-то не нормально деген сияқты. Ол біз үшін, но это ол дұрыс емес нәрсе. Так, давайте, достар, егер реакция клип ұнаса, лайк басыңдар, комментарий қалдырыңдар, өз ойларыңды қалдырып кетіңдер, жалпы қалай екен, шетелдің рэпінен біздің жаңағы осы көрші қазақтан рэптарына қарағанда қалай разница бар ма екен деген сияқты түсірілімдерінде, качествосында. Мен ойымша біздің де рэптер кемеміз, біз келеді почти тема. Енді мен өте қуанатыным именно қазақтардың, что енді осындай күшті деңгейде келеді. Я очень рад, потому что мен всегда осындай западты тыңдаймын, а уже қазір более қазақтарды тыңдап бастаймын мысалы. И уже кәдімгідей бұрынғыдан қарағанда кәдімгідей прогресс бар, өте мықты. Я очень рад, еще кәдімгідей бізде комьюнити уже құрастырылып жатыр, кәдімгідей рэп тыңдайтындар. Қазақтарға именно кішкене қиындау негізі рэп тыңдау, более біз спокойно неге тыңдаған кейін, а уже олар западтың атмосферасын, западтың вайбын именно біздің менталитетпен алып келіп жатыр да. Соған мен қатты қуанамын. Так, дейміз. Тағы да лайк басыңдар, подписка жасаңдар, комментарий. Достар, біз сендерден сұрай беретін боламыз. Лайк, подписка, сіздердің поддержкаларыңыз өте керек болады, бізге өте қажет. Біз сол арқылы шабыттанамыз, сол арқылы көптеген видеолардың шығуына сіздер себепкер боласыздар. Йоу. Всех обнял, приподнял и поцеловал. Пау! Йоу. Условия-то манили, да? Иә?